Bir адам Musa алейхиссаламға келіп: ей Муса, мен үшін бір дұға етсеңіз, жануарлардың тілін түсінетін болайын, олардан өзіме сабақ алып жақсы адам болар едім деп өтінеді. Сонда Муса алейхиссалам: сен үшін осы халің хайырлы, яғни осы халің сен үшін жақсы, көтере алмайтын жүкті арқалауға тырыспа деп жауап береді. Бірақ әлгі адам айтқан тілді алмай қайтпай тұрып алады: ей Муса, нең кетеді, ең болмаса есігімнің алдындағы ит пен қоразымның тілін түсінетін болайын деп өтінеді. Соңында Мұса алейхиссалам дұға етеді. Әлгі адам қуанып үйіне қайтады. Әрине Алланың қалауымен әлгі иті мен қоразының тілін түсінетін болады. Ертеңіне қызметшісі дастархан даярлап жүргенде қолынан нан түсіп сыртқа домалап кетеді. Қораз жүгіріп келіп нанды шұқып жей бастайды. Оны көрген ит: ей қораз, істеп тұрғаның дұрыс па? Сен бидай, арпа да жей аласың. Мен болсам наннан басқа еш нәрсе жей алмаймын. Сен не үшін менің ризығымнан жейсің деп қоразға ашуланады. Қораз әлгі итке: дұрыс айтасың, бірақ сен абыржыма, ертең қожайынның есегі өледі. Сонда сен де жақсылап тоярсың дейді. Мұны естіген адам дереу есегін сатып жібереді. Ертеңіне не айтар екен деп тағы да әлгі ит пен қоразын тыңдауға кіріседі. Ит қоразды жазғыра бастайды: есегі өледі, менің қарным тояды дегенің қайда дейді. Сонда қораз: есегі өлді, бірақ басқа жерде өлді. Бірақ сен еш абыржыма, ертең қожайынның аты өледі дейді. Нағыз тоқшылықты сонда көресің дейді. Адам дереу атын сатып жібереді. Жануарлардың тілін білгені өзі үшін бір олжа болды деп ойлайды. Ертеңіне тағы барып ит пен қоразды тыңдайды. Ит қоразды тағы сөге бастағанда қораз: мен өтірік айтқаным жоқ, ат өлетін еді, егер қожайын оны сатып жібермегенде. Бірақ сен еш қам жеме, ертең қожайынның ең қадірлі қызметші құлы өледі. Халыққа ас беріледі, бәріміз де тоямыз дейді. Мұны естіген қожайын қызметші құлын да сатып жібереді. Тағы да тыңдауға келеді. Бұл жолы ит қатты ашулы еді. Қанша күннен бері алданып жүргенін айтқанда қораз: мен өтірік айтпадым. Құл өлді, бірақ басқа жерде өлді. Өйткені иеміз оны сатып жіберді. Бірақ одан еш пайда көрмеді. Өйткені бірінші бәле есегіне келіп, содан иеміз бұл бәледен құтылар еді. Оны сатқанында бәле атқа келді. Атты сатқанда бәле құлына келді. Құлын да сатқаны үшін енді бәле өзіне келді. Ертең иеміз өледі. Осылай бәріміз де тоямыз дейді. Мұны естіген әлгі қожайыны өкініп ақымақ басын сабалай жөнеледі. Бірақ болар іс болған еді.